Ассаламағалейкум. Екі YouTube каналының тұрақты көрермендері, видеоны көрместен бұрын каналға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сиырларымызбен бір таныстырып өтейік деп төллеп жатыр бұйырса. Алдында 2 айдың алдында туған сиыр мынау. Видео салған болатынмын. Бұзау анау тұр. Мына сиыр да одан кейін туған. Бұл да видеоға түскен. Видеосы жарияланған. Кеше қар 30 сантидей жауды. Бүгін біразы кетті. Бүгін 19 наурыз. Шөбіміздің қалған осы. Бұйырса жетеді. Мынау да бір айдай болып қалды туғалы. Еттері осылай. Қыстай жайылыста болды. Қара сиыр да бір айдан асты туғалы. Қызыл сиыр желіндеп тұр. Анау 1,5 жасар, 2,5 жасар құнажын. Ол да туған. Бұлар да жайылыстан келіп тұр. Бұйырса енді қазір қамаймыз. 2 айдың алдында түсірген болатынмын видео. Енді қазіргі жағдайлар осылай. Кішкене қыс болғаннан кейін жүдеді. Бұлай күнделікті 2 келе бидай жеп отырды бұл сиырлар. Кешке шөп жеді. Енді бұйырса бір 10 күннен кейін жайылысқа базендаға кетеді. Тауларымыз осылай. Аттың құйрығын жалмап тұрады. Қазір қамап тастаймыз. Мына сиыр да енді туады. Бұл кішкене жайырақ туады деп тұрмыз. Видеоға тіркеліп кетіңіздер. Әр қазақ бай қуатты болсын. Мал шаруашылығымен айналысыңыздар. Келесі видеода жолыққанша қош сау болыңыздар. Өзімнің кішігірім бизнесіммен шаруашылығымнан кішкене шолу. Мынау 2,5 жасар құнажын болған. Жаңа айтып кеттім. Бұл енді 1,5 жасында қашып, бұқадан шығып, 2,5 жасында туып алды. Бұны енді дұрыстап бақпасаң кішкене нашарлау сиыр болып қалады. Сол үшін енді 3 жасында туған жақсы. 3 жастан асып туғаны дұрыс негізі.